біздің артымызда тіреп тұрған үлкен күш жоқ. Сіздерге 100% айта аламын. Жаңа 18+ категориясындағы порталдарға тіркеп қояды. Бірақ біз жүрміз міне. Сіз көгілдірсіз дейді. Жоқ, ондай емеспін. Анандай странсыз. Жоқ, сондай сұрақтар қойдым маған. Ол табысты тіпті орыс тілі баспасөзде қайталай алған жоқ. Жоқ, оныңызбен келіспеймін шынында. Келіспеуге болады ғой негізі, Әрине. Ұзын сөздің қысқасы, ақша беру керек, қаржылай көмек көрсету керек. Анау үйтсе, мынау бүйтеді екен ғой деймін. Сіз нақты не істеуіңіз керек? Енді бұдан басқа менің жауабым жоқ. Құрметті көрермендер, бүгін біз осындай подкаст бастағалы отырмыз. Подкасттың аты не істемек керек? Қай салада болсын, барлық саланың проблемасы, қиындықтары жиі талқыланып әңгіме болып жатады. Бірақ осы қиындықты еңсеру үшін, проблемаларды шешу үшін не істемек керек деген сұрақ көбінесе жауапсыз қалып жатады. Негізгі сұраққа жауап беру үшін бүгін біз подкастты бастап отырмыз. Алғашқы тақырыбымыз қазақ медиа менеджментін дамыту үшін не істемек керек деген тақырыпты талқылаймыз. Бұл подкастқа 3 қонағымызды шақырдық. Ерік Рахым, белгілі журналист, неге ақпараттық порталының бас редакторы, Адырна медиа холдингінің басшысы, негізін қалаушы Арман Әубәкір деген азамат, сонымен бірге Думан Бұқай, Қала мен Дала газетінің және Дала Ньюс порталының жетекшісі, иесі. Негізгі тақырып медиа менеджмент болған соң, біз көбінесе осы тақырыпқа ойыспақпыз. Жалпы менің ойымша, көшбасшылық тақырыбын біраздан бері зерттеп жүрмін. Кез келген саланың құлдырауы да, дамуы да, ол сол саланы, болмаса бір мекемені басқарып отырған басшының көшбасшылығына байланысты. Сондықтан сіздер медиа саласында бір құрылымды, бір медиа құрылымды басқарып отырған басшысыздар, осы мәселені талқыласақ. Ең алғашқы сұрақты мен Арман Әубәкір бауырыма қойғым келіп отыр. Себебі соңғы уақытта жаңа Ерік Рахым айтпақшы, жылт еткен жақсы сайттардың бәрін шетінен сатып алып жатыр. Демек, Адырна тек қана бұл сайт емес, бұл кәдімгі медиа холдинг құрылымға айналып бара жатыр. Медиа магнат. Бірнеше сайты бар, медиа магнат десек те болады. Қалай дамытуға болады? Бұл енді қазіргі қазақ медиа саласының қарлығаштары десек болады. Не істемек керек ары қарай дамыту үшін? Біз қай деңгейдеміз қазір? Менің өзімнің субъективті пікірім бойынша қазір қазақ журналистикасы, оның ішінде баспасөзде бар, жалпы сайттарда бар, бір дағдарыс, бір тоқырау кезін бастан кешіп жатқан сияқты көрінеді. Әлі өзінің бір даңғыл жолын таба алмай ізденісте жүрген сияқты көрінеді. Солай ма? Әлде қателесіп тұрмын ба? Расында да біз енді қазақ тілінің жағдайымен байланысты ғой көп нәрсе. Бұған дейін қалыптасып қойған көп салалар орыс тілінде, сосын қазақ тілінің енді ақырын күш алып келе жатыр қазір. Бір сәнге айналып келе жатыр. Қазақша оқитындардың қатары, аудитория артып келе жатыр. Ол бізге жаңа тыныс, жаңа мүмкіндік, бір серпін беріп, сондай бір орысша айтқан кезде енді термин сөз ғой, мотивация береді да бізге бұл аудитория, қазақ аудиториясына жұмыс жасау, контент жасау деген сияқты. Ал біздің артымызда тіреп тұрған үлкен күш жоқ. Үлкен күш болатын болса, тіреп тұрған үлкен олигархтар болсын, немесе үлкен корпорация, сондай немесе қандай да бір ықпалды күш болатын болса, демеуші дейміз ба, қалай айтамыз, қолдаушы дейміз ба, демеуші ол бір сәттік демеуші болады ғой. Әдетте бір ондай инвестор сияқты сондай дүние болатын болса, онда біздің
мүмкіндігіміз әлдеқайда осыдан бір қазіргі жағдайымыздан 10 есе артық болар ма еді деп ойлаймын. Неге? Сөзіңіз аузыңызда. Бұл жерде мәселен менеджердің, басшының мақсаты бұл мемлекеттік ақпараттық тапсырысқа байланып қалған ақпарат құралдары, бұл менің ойымша орнықсыз ақпарат құралдар. Себебі бір күн мемлекеттік тапсырыс бермей қойса, екінші күн жауылып қалады. Дәл сол сияқты бір медиа, бір айталық инвесторлардың, болмаса қаржылық топтардың арқасында күн көріп отырған медиада бір күн ақша бермей қойса, ертесіне жауылып қалады. Мәселен, сәлем соушал медианың жағдайы солай болған жоқ па? Кәдімгі ақшаны еуразиялық топ құйды, ең соңында жобадан бас тартып еді, сәлем соушал шашылып. Сондықтан экспресс-ка дегенде сайт қазір. Сол бәрі соның экосистемасына кірді ғой. Енді ең бір орнықты даму жүйесі бұл кәдімгі оқырмандардың арқасында күн көру. Оқырмандар сіздердің сайттарыңыздың ақпаратын тұтынатын болса, газеттеріңізді сатып алатын болса, соның арқасында себебі сіздерге түсетін қаржы көзі бір ғана емес та мемлекет, болмаса қаржылық топтар. Сіздердің қаржылық көздеріңіз 1000, тіпті миллион болуы мүмкін. Mesela миллион оқырмандарыңыз оқитын болса, миллион оқырмандарыңыз сіздердің газеттеріңізді, болмаса шығарып отырған ақпараттық өнімдеріңізді іздеп жүріп сатып алатын болса, ол орнықты. Иә. Сондықтан керісінше сіздерді осы подкастқа шақырып отырған себебіміздің өзі де сол, сіздердің арттарыңызда былай қарағанда халықтан басқа ешкім тұрған жоқ. Енді ара тұра ана жерде, мына жерде мемлекеттік ақпарат тапсырса алатын шығарсыздар. Енді онсыз қазір шығып жатқан ақпарат құралдары жоқтың қасы. Ал негізі орнықты даму менің ойымша сол жаңағы өздеріңіздің оқырмандарыңыз, өздеріңіздің клиенттеріңізге қандай ақпарат бересіздер, қалай олардың назарын өздеріңізді ұстап отырасыздар, өздеріңізге аударасыздар. Соған көп нәрсе байланысты сияқты көрінеді, менің ойымша. Бірақ бұл жақта бір түйткілдер бар шыңғысы. Сіз байқай бермейтін, сіз аңғара бермейтін. Менің ойымша, жаңа Арман айтып отырған нәрсе, Адырна экосистемасы ол өздігінен дамып жатыр. Арекең өзінің экосистемасын ұлғайтып жатыр. TikTok канал сатып алып жатыр. Инстаграм бар, сайт бар, басқа да құрылымдары бар, пабликтері бар, Фейсбуктағы қатысушылар өздеріңіз білетін. Бірақ дәл қазір бізде бір оқырман асырайды деген идея меніңше бұл енді қазір өзін-өзі ақтамайды. Өйткені біздің оқырманның бір сатып алу қабілеті, жалпы бір біз жасап отырған дүниеге бір өнім секілді қарау түсінігі әлі қалыптасқан жоқ. Біз өзіміздің жасаған дүниелерімізді саудалауға тырысып жатырмыз. Бұл біз үшін бизнес қой. Біз монетизация жасауға тырысып жатырмыз. Бірақ ол біздің мысалға біздің бір бүкіл жобамызды асырауға ол потенциал жете бермейді оқырманның. Сондықтан біз жаңа өзіңіз айтқандай мемлекеттік құрылымдар бар. Мемлекеттік құрылымдармен ғана шектелмей, жалпы қазір қазақ тілді аудиторияның өрісі кеңейіп келе жатыр ғой. Біз соны есепке ала отыра түрлі жаңа еліміздегі компанияларға, қаржы ұйымдарына, қаржы институттарына шығып өзімізді көрсетіп мойындатып тырысып жатырмыз. Енді бірінші осы уәжбен келсесіз бе? Мәселен, демек қазіргі қазақ оқырманы қазақ ақпарат құралдарын асырай алмайды. Жоқ, дәл қазір асырай алмайды. Дәл қазір асырай алмайды. Бірақ асырайтын уақытқа келеді. Қазақ ақпарат құралдары тірі болу үшін, мәселен, жауылып қалмау үшін, өліп қалмау үшін, оған міндетті түрде мемлекеттік ақпараттық тапсырыс керек, үлкен қаржылық топтар тұру керек. Бірінші түйініміз осы деп қорыталамыз ба? Мен бұл пікірмен келісемін, бірақ мынандай мәселе бар. Жанашырлық деген, мысалы үшін біз өзіміздің идеяларымызға, өзіміздің жобамызға өзіміз жанашырмыз ғой. Ал әлгіндей инвесторлардың идеясымен немесе қандай күштердің қолдауымен басталған жобалар өте қарқынды басталып, үлкен деңгейге жетіп барып, бір күні тоқтап қалу қаупі бар да. Өйткені ол жердегі жүрген адамдардың барлығы жай қызметкерлер, жүргізетін адамдар. Ал біз енді негізінен өзіміз жүргіземіз бір мезгілде,
жұмыстың процесті бір мезгілде біз қаржы да табамыз. Былайша айтқан кезде жанашырлықпен жұмыс істеу деген мәселе бар. Соның негізінде қатты бүйтіп керемет дамып кетпесек те бір белгілі бір бағытпенен, белгілі бір жаңағы қозғалыспенен алдыға қарай ақырын жүріп келе жатқан жайымыз бар. Мына кейбір кезде тасбақа аян сияқты елестетуге болады солай. Бірақ әйтеуір тұрақты жүйелі бір қозғалыс. Табиғи даму. Иә, алдыға қарай қозғалыс. Мен қоса кетейінші пікірімді. Осында отырған Арманда, Думанда, қазір осы баспасөз журналистика саласын өте жақсы білетін мамандар да кәнігі. Өйткені бұлар нөлден бастады шаруаны. Сол сияқты біздің де мәселен нөлден бастадық. Қай жерге не керек, қанша қаржы керек, қаржыны қалай табу керек, осы менеджмент жағын біршама зерттедік. Жаңағы оқырман асырай ала ма, жоқ па деген нәрсе мүлдем асырай алмайды деп айта алмаймыз. Өйткені қазір бізде просмотр деген нәрсе бар, көрілім, оқылым деген нәрсе бар сайтта. Оны жасайтын оқырман. Мынау жеке компаниялар болсын, мемлекет ақша беретін мемлекеттік ұйымдар, министрлік болсын, сіздің көріліміңізге қарайды сайттың. Оны көрілім жасайтын оқырман. Жаңағы. Сол себепті енді басталды деуге болады бұл процесті. Оқырман жаңағы сайтты, мерзімді басылымды болмаса, сондай журналистикаға қатысы бар осындай нелерді жаңағы қаржыландыруды бастады деп айтуға болады. Бірақ әлі де бізге көп жұмыс жасау керек. Көп жұмыс істеу керек, және қаржылық мекемелер, мынау жарнама беретін мекемелер әлі күнге дейін орыс тілді ақпарат құралдарымен жұмыс істеуді кәдімгі қалыпты жағдайға айналдырып алған, және ол комфорттық зонадан әлі шыққысы келмейді. Өйткені көбісінде ол жердегі менеджерлердің көбісі орыс тілді ғой. Өздерінің қарым-қатынасы үшін болсын, басқа болсын, байланыс орнату тұрғысынан болсын, сол немесе өздері оқитын көбінесе орыс тілді ақпараттарды өздері оқитын болғаннан кейін де, өздеріне қолайлы болғаннан кейін де солай жасайтын шығар. Бірақ уақыт өте келе ол өзгеріс оң бағытқа қарай өзгереді деген үміттеміз. Мен енді журналистикадан 15 жыл бұрын, тіпті сәл ертерек кеттім. Сол кездегі біздің айтатын әңгімеміз осы еді. Иә, қазақтардың өз қолы өз аузына толық жете қойған жоқ. Қалаға енді қоныстанып жатыр. Қазақтың негізгі мәселесі, бүгін қай жерде қандай ақпарат шықты екен деп газет сатып алу емес, барып базардың төңірегінде нәпақасын тауып, кешке қарай үйіне бір жапырақ нан болса да ала келу. 15 жыл бұрынғы әңгіме осы еді. Енді менің ойымша бұл әңгіме мен өзгерген шығар деп ойлап жүрмін да қазір. Себебі қалай болғанда да демография біраз өзгерді. Қалалар біраз қазақыланды. Дегенмен Ереке, сізге қоятын сұрақ. Тенгри Ньюзбен осы Қазақстанда ең оқылымы көп бұл Нұр-Кизед. Осы екеуінің табысын таза қазақ тілінде ақпарат тарататын қазақ тілді сайт қайталай алған жоқ. Неге қайталай алмады? Неге дейсіз ғой? Оның енді бірнеше себебі болуы мүмкін. Енді мен ойлаймын, бірінші себебі жаңағы қазақ тілді аудиторияның енді қалыптаса бастауы. Одан кейін жаңағы жеке компаниялар болсын, тіпті мемлекеттік органдар болсын, бәрібір сол ресми тілде ақпаратты алады, ресми сол орыс тілінде ойлайды, ақпаратты орыс тілінде қабылдағысы келіп тұрады. Қазақ тіліндегі кез келген мықты зерттеулердің өзін былай мұрны шүйреп, сөйтіп талай өзіміз куә болдық. Бір ғана мысал айтайын, жаңағы жеке компаниялар деп отырмыз ғой, банктер болсын, олар ойлайды, қазақ тілді сайттар, қазақ басылым қаржы саласында сауатты талдау жасау деңгейін әлі жеткен жоқ деп ойлайды. Бірақ ананы мәселен негеде шыққан біздің қаржылық талдауларды оқитын болса, ол пікір өзгеретін еді. Біз сол пікірді қазір өзгертіп жүрміз деп ойлаймын. Өйткені бізге банктер келе бастады. Банктер. Біз ресми хат жазамыз, болды. Одан кейін оларға біз жалынған емеспіз. Материалдарымыз жібереміз мәселен. Олар қарайды да, мыналардың тәуір екен. Мынаны дұрыс жазыпсыңдар. Болмаса мына жер мынандай. Бізге кәдімгі санаса бастады. Және сонымен бірге ақша келе бастады. Ең бірінші себебі мен ойлаймын сол жаңағы тілдік ерекшеліктерге байланысты шығар. Ол менің ойымша банктердің келуі
қазақ ақпарат құралдарында шыққан материалдың сапасынан емес, жалпы қазіргі банктің клиенттерінің қазақланғаны ол да бар болуы мүмкін деген ойым бар. Енді жаңа сіз айттыңыз, мынау биліктегілердің көбі орыс тілді, олар орысша ақпарат ұнады деп. Енді жаңа мен айтқан екі ақпараттық порталға келетін болса, оларды күніне бір 500 миллионға жуық адам ашып қарайды. Бірақ қазақшасы мәз емес. Иә, 500 миллионға жуық адам қарайды. Олар билікке отырған адамдар ғана қарамайды ғой оны. Ол билікте отырған мемлекеттік қызметкерлер мүмкін бір 2-3% құрар. Сол 500 миллион негізі көбі қарапайым кәдімгі адамдар күнделікті қарайды. Неге? Себебі ол жердегі жақсы мобильдік қосымшасы жақсы жұмыс жасайды. Екіншіден ақпараттар жедел, жылдам беріліп отырады. Мүмкін содан ба деп ойлаймын да. Міне осындай бізге осы екі ақпарат құралының табысын қайталай алатындай бір мықты қазақша мобильдік қосымшасымен бір мықты ақпарат генератор керек. Осыған жауап берсек бола ма? Тенгриньюсты ең алғаш қалыптасып жатқан кезде біз Алаш айнасы газетінде жұмыс жасадық, сол холдингтің аясында. Сондықтан мен жақсы білем. Деген бір қабаты осындай үлкен 500 квадрат метр мекен, жаңағы сондай үлкен аумақта бір қабатты тұтас алып отырды. Бір ашық, жаңағы 60-қа жуық қызметкерлер офисте отырып жұмыс істеді Тенгриньюсте. Одан бөлек әрбір аймақтардағы тілшілерді қосыңыз оған. Бөлек. Бүкіл техникалық дегенде басталғанның өзінде бүкіл көліктер бола ма, жаңағы неге шараларға барып қайтуға барлық жағдай және жалақылар өте жоғары. Одан бөлек плюс қаламақысы бар. Өзіңіз көз алдыңызға елестетіп көріңіз. Егер тура сондай жағдай қазақ тілді ақпарат құралына жасалатын болса, енді іштеріңіз сезіп отыр ғой, кімдер сол кезде қолдағанын, кімдер жағдай жасаған. Сондай жағдай қазақ тілді ақпарат құралына жасалатын болса, әлбетте ол ақпарат құралы дамиды. Бұл бір. Екінші бір тағы да бір құйтырқы әдіс бар. Неге көп рейтингке ұмтылатын сайттардың көбі орыс тілінде қосымша ашуға тырысады, немесе жалпы орысша бағытты бастайды. Себебі орыс тіліндегі жаңағы түрлі шетелдік сайттар бар ғой, соларға әртүрлі жаңағы ілмектер ілінеді, соны басып кеткен кезде немесе ел қызға беретін түрлі көп кіретін сайттарға сондай нелер қойып тастайды, баннерлер. Соны басып кету арқылы байқаусызда SEO система дейді, оны айтешілер жақсы біледі. Яғни ол оқырман оқыса да оқымаса да сол сайтқа кіреді. Яғни осындай мүмкіндіктерді көп орыс тілді сайттар қолданады. Енді қазақ тілінде бұл нәрсе енді жаңағы ол қиын да. Біріншіден қаржы керек, екіншіден жаңағы ол қазақ тілінде ғой. Мысалы үшін сіз ондай нәрсені тек Қазақстан аудиториясына, Қазақстан территориясына ғана жасай аласыз белгілі бір нәрсені. Осындай мәселелер бар. Ал енді бір қаржыны егер аямай салатындай бір күш болатын болса, ол болашақта болуы мүмкін. Бірақ жеке бастамамен жету енді өте қиын, күрделі нәрсе оған жету. Мысалы үшін енді сіз 60-тан астам адамды және жақсы ең жоғары жалақымен ұстап тұру, және одан да тілшілерін ұстап тұру аймақтардағы, енді ол оңай емес негізі. Тенгриньюске жақсы вложение жасалды ғой, Арекең айтқысы келіп тұрған. Үлкен қаржы салынды, соның нәтижесі ол енді беріп жатыр. Оның арғы жағындағы әуел бастағы инвестордың кім екенін де бәріміз білеміз, жақсы инвестор жасады, жақсы вливание жасалғаннан кейін ары қарай өздері алып кетті. Одан кейін екінші мәселе, жаңа Арекең айтқан сайтқа посещаймыз, сайттың жасанды түрде жасауға оқырмандығы, жаңағы біздегі кейбір өте жақсы аудитория кіретін сайттарды мен өзім сіздерге 100% айта аламын. Жаңа 18+ категориясындағы порталдарға тіркеп қояды, соның арқасында өте жақсы аудитория жинайды. Ондай қулықтарға да барғанын білеміз, ондай сайттардың, өйткені осыдан 1-2 жыл бұрын олардың ондай әрекеті әшкере болған. Сондықтан енді Тенгриньюс демеймін, бірақ одан кейінгі сайттардың көпшілігінің рейтингі күмәнді деп өзім ойлаймын. Ал мына инвесторға келгенде, енді адамдардың атын айта берсе болатын шығар, мысалы Байтасов Арбат медиа деген сайт ашты, тағы бір орыс тілді сайт ашты. Бірақ біз жүрміз міне.
Бізге егер ұсыныспен Енді шықса, ол орыс тілді медиа менеджер, сіздер қазақ тілді медиа менеджерлер. Арманжанның жалпы мен осы сұхбаттарын бақылап отырам. Кейінгі жылдар сәл психологиясы өзгерді ғой. Мен сәл үміттеніп жүрген, бұл кісінің енді несі бар шығар, жаңағы Форбстың қазақша нұсқасын ашты, Форбс жаңағы Арбат медиада да ара тұра қазақша нелер контенттер көрініп қалады. Бірақ жалпы инвестиция тұрғысынан мына біздің жобаларға деген қызығушылық әлі төмен болып жатыр да. Мысалы мен өзімнің дала экожүйесінің иесі ретінде айтайын, егер маған бір қалталы инвестор келсе, маған бір ұсынысын айтса, мен оны қарастырып көрермін. Ол қылмыс емес, енді ол мемлекеттік саясатқа қайшы келмесе, айталық мысалға Байтасов Арбат медианы ашу үшін қанша шығынды? Менің естуімше 80 миллион теңге ақшасы кеткен. Ал бізде мысалға дайын пабликтер бар, телеграмымыз бар, инсайтымыз бар. Сіздер осы аптасына ма жоқ күніне ма дала экожүйесінің бүкіл сайты, газеті барлығы қанша адамды қамтиды? Мен мысалға телеграм бойынша айтайын, қазір дала инсайт деген телеграм арнамыз бар біздің. Өте белсенді, мысалы әріптестер Ерекең де Арман да біледі ғой, мысалы. Біздің бір посттың жалпы қамту ауқымдығы мысалға 7-8 мың адамды қамтиды. Сайтымызға мысалға енді бұл сайттың қазір өйтіп оқырман кіргізу көрсеткіш пе білмеймін. Біз күн сайын бір 30-40 мың адам кіргіземіз. Бірақ бұл қазір біздің максимум мүмкіндігіміз шыңғысаға. Себебі біз Тенгриньюс секілді жаңа Арман айтып отырғанда 500 квадрат метрге адам жалдай алмаймыз. Былайша айтқанда көрпемізге қарай көсілуге тура келеді, біздің мүмкіндігіміз сол. Бәлкім бізге бір жақсы инвестор табылса, қалталы демеуші, қолдаушы табылса, ол да бізге қызығушы, біз де оған өзіміздің пакетімізді ұсынсақ, біздің қазіргі деңгейіміз әлдеқайда жоғары болар еді. Бірақ бұл мұң шағу емес. Біз жекелеген сайттарға жарнама жасап кеттік ау деймін. Мен бір нәрсе қоса кетейінші. Ереке, сіз қосудың алдында, енді біз қазір осы жағдай талқылап отырмыз да, бірақ ар жағында соңында осы жағдайдан шығу үшін, осы қарғу үшін не істемек керек деген сұраққа да жауаптарыңызды әзірлеп отырсаңыз. Менің оған жауабым дайын. Оны кейін соңына қарай айтайын. Қызықсыз болып қалады, қазір айтып тастасам. Жалпы мынау кез келген бас бұқаралық ақпарат құралының өсуде жаңағы көшбасшыға байланысты деген өте жақсы айттың. Білем, сол тақырып зерттеп жүрсің. Енді біз өзімізге қатысты айтар болсақ, 2019-2020 жылы аштық. Әрине инвестор көмегімен аштық. Бірақ қазір біз толық тәуелсізбіз деп айтуға болады. Енді толық тәуелсіздік ешқандай семейде жоқ қой бізде, ешқандай бақта жоқ. Бірақ біз сол инвестордың ақшасынан құтылдық, өзіміз пайда таба бастадық. Мұның ешқандай құпиясы жоқ. Өйткені біз осы жобаның басына мықты менеджер жігіттерді тарта алдық. Мен мәселен шығармашылық жағына жауаптымын, қаржылық жағына, басқа да компаниялармен байланыс орнату, сол сияқты жағынан сондай мықты жігіттерді тарта алдық. Сол себепті де біз қазір басқа деңгейге шықтық деп айтуға болады. Осы эко жүйеміз біздің бір деңгейге көтерілді, белгілі бір. Бірақ қайтып айналып сол жаңағы мемлекеттік мекемелерге, министрліктерге келеміз. Өйткені біз ары қарай толыққанды табыс тауып, өмір сүріп кету үшін оқырман асырау керек. Оған жетпедік деп жаңа айттық қой. Өткенде қазақ медиа қауымдастығы деген біздің қауымдастығымыз бар. 25 іргелі сайттардың басын қосқан сондай басшылары кіреді. Алғашқы жиынымызды өткіздік, қазақ газетінің 110 жылдығына. Сол кезде Думанның айтқан бір пікірі маған қатты ұнады. Қазіргі біздің оқырманымыз ақпаратты сатып алу дегенді онша әлі түсіне қойған жоқ. Мәселен, біз де жасырмаймыз, ақпарат сатып аламыз, директ, инсайт. Сатып аламыз, бірақ оның қайтарым болу керек қой. Ол сенің эксклюзив. Эксклюзив сатып алдың, шығындандың белгілі бір дәрежеде. Оны бердің, жақсы материал, ол ешкімде жоқ. Оны оқырман түсіну керек. Оқырман түсініп, сенің тауарыңды, сенің тауар ғой біздің шығарып отқан, сен тауарыңды сатып алған кезде біз ойлаймыз жаңағы ешқандай да бір мемлекеттік ұйымдарға болмаса тәуелді болмаймыз, өзіміз асырай аламыз деп. Бірақ біз соған келе жатырмыз. Мәселен, Думан енді тарқатып айтып берер жаңағы ақпарат сатып алу мәселесін. Бұл осы тәсіл маған ұнайды. Осыған келуіміз керек деп ойлаймын. Осы жерде тағы бір мәселе көтере кетейік. Жалпы негізгі біздің мақсатымыз медиа менеджмент талқылау. Дегенмен медиа саласы бір ерекше сала.
бұл жерде міндетті түрде сөз бостандығы деген түсінікті қоспасқа болмайды. Осы биыл мамыр айында шықты Қазақстан сөз бостандығы жөнінен алдыға емес 13 пункт кейін кетіп қалыпты. Жалпы өздеріңіздің пікірлеріңізді білгім келеді. Жалпы мүмкін медианы басқаруға, оны қарыштап дамытуға мүмкін сөз бостандығы, сөз еркіндігі кедергі болып отыр ма? Сіздерге айтам дегендеріңізді айтып, жазам дегендеріңізді жаза алып отырсыздар ма? Мен айтайын, оны бастайын. Бізде сөз бостандығы жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені басқа елдермен, мына көрші елдермен салыстырғанда біз әлдеқайда ілгеріміз деп ойлаймын. Өйткені енді өзімізге қатысты айтар болсақ, бізге мынаны жаз, мынаны жазба, мына тақырып табу деген нәрсе болған емес болған дейін. Енді бұдан кейін де болмайды деп ойлаймын. Ал енді белгілі бір жаңағы рейтингтерге келсек, ол енді қаңтар оқиғасының бір себебі шығар. Одан кейінгі соттар мәселен түрлі. Соның бір себебі болуы мүмкін. Ал енді жалпы сөз бостандығына келетін болсақ, енді бізде біршама еркіндік бар сияқты, жұмыс істеуге мүмкіндік берілген сияқты. Енді мен бұл өзім жеке ойым. Мына кейде мына сөз бостандығы мен менеджмент дейміз ғой, жаңағы менеджерлік. Екеуі кейде бір-біріне бір үйлеспей қалатын тұстар да болады. Енді оны айту керек, мойындау керек. Себебі қай тұрғыдан? Кейбір мекемелермен келісімге келесіз, мысалы үшін. Ол өтініштер айтылады ғой. Өтініштер айтылады ғой, мына тақырыпта. Мына ол мекемелер сізге қаржы беріп отырғаннан кейін, қаржы әртүрлі, мысалы үшін айтып отырмын, біздің бір үлкен инвесторымыз болмағаннан кейін біз түрлі әртүрлі мекемелермен келісімге келесіз, мысалы үшін. Олар сіздерге өздерінің жарнамаларын ұсынады, береді, ақпараттарын жолдайды. Оны шығарып отырғаннан кейін біз серіктес боламыз. Серіктес болғаннан кейін әрине сылап сипап түрлі мәселелерді көтеруге, бірақ тура маңдайдан соғып оларды сынауға біздің енді дәтіміз жетпейді. Кішкене сыйластық қалыптастыру, әріптестікті қалыптастыру деген сияқты. Әлгі шын айтқан кезде қаржының жаңағы Қазақстандағы қаржылық мүмкіндіктер көбіне қарым-қатынас құрудан қалыптасып отырады да көбіне. Ал енді егер қандай да бір сыйластық, қандай да бір әріптестік қарым-қатынас қалыптаспаған болса, әрине еркін сынай бересің, ол қандай мәселе болсын көтере бересің. Бірақ бір келісімге келіп, бір дастарханның басында отырып, бір меморандум дейміз ба, сондай қол қойылысып қойғаннан кейін сен тағы да сынап жатсың, ол бір сөзбен айтқанда мемлекеттік ақпараттық тапсырыс кейде қолдарыңызды байлайды ғой. Енді кейде болады ондай, бірақ ол бір қандай да бір тереңдей бір не емес, жаңағыдай бір белгілі бір деңгейде ғана бір. Жарайды. Думан. Сөз бостандығына қатысты ма? Иә. Қолды байлап отырған жоқ па? Медиа менеджерлер. Жоқ, қолды байлап отырған жоқ деп ойлаймын. Жалпы қазақ тілді аудиторияның аузын болуы мүмкін емес. Біздің Фейсбуктың өзі жалпы сол рейтингке қалай талдау жасайтынын білмеймін, бірақ біздің Фейсбукқа кіретін болса, жаңағы рейтинг жүргізетін адамдардың аузы ашылып қалатын шығар. Бізде мына шындықтан қаша алмайсың деген мықты тобымыз бар. 400 мыңға тарта аудиториясы бар. Мен сол топты былтырлары өзіңізге айтқан едім. Фейсбуктан грант алу үшін неге жібергем? Фейсбуктың жоғарғы басшылығына жібергем. Бірақ олар маған біздің ұсынысымызды өзінен төменгі деңгейдегі администраторларға жіберді де. Сөйтсем, ақшта жалпы біздегі секілді мынандай бір саяси ұстаным төңірегінде үйтіп бір топқа бірігу деген түсінік жоқ екен де. Оларды тек бір жыныстық категориямен айталық. Сенің үйде балаңды ұрып соға ма? Сол тұрғыда жаңағы жалғызбасты аналар өздері топ құрады. Болмаса сен бір айталық көгілдірсің бе, мәселен, сен өзің жеке жаңағы Фейсбукта топ құрасың. Олардың әлеуметтік желісі бізде саяси желі болып кеткен. Сосын менен сұрайды да жаңағы сіз көгілдірсіз бе дейді. Жоқ, ондай емеспін. Анандай странсыз. Жоқ, сондай сұрақтар қойды маған. Фейсбук сөйтіп нақты қояды ғой. Мен айттым, жоқ, ондай ештеңем жоқ. Топты құрудағы мақсатыңыз не дейді? Мен айттым, мен саяси топ. Біздің қызып жатыр, біздің саяси сахнамыз. Міне келіңіз. Сосын мен оған біздің статистиканы жібердім. Міне шындыққа бір күнде 80 мың адам кіреді. Жаңа Америка, Айдаладағы, Қияндағы Америкадағы администратордың аузы ашылып қалды да.
Ал бізде мысалға шындық деген бүкіл біздегі мына былайша айтқанда бір паблик бүкіл еліміздегі саяси процестерге мысалға сіз бен бізге байқалмауы мүмкін, бірақ ол өзінің үлесін тигізіп жатыр да. Бізде бүкіл Facebook бір саяси өзгерістерге қозғалып жатыр ғой. Сондықтан жаңағы бір бізде жаңағы сөз бостандығы төмен дегенде осындай бір факторларды да менше есепке алу керек. Солай деген. Біздегі әлеуметтік желілер бейресми парламент сияқты. Мұндай керек десеңіз ақш-тың өзінде де өте таңсық. Қарап отырсаңыз көптеген шешімдер Ақордаға қабылданатын. Осы әлеуметтік желілерде талқыланып, кейбір ұсыныстарын тіпті президенттің аузынан да естіп жатамыз. Бұл енді жалпы жақсы үрдіс деп ойлаймын. Халықтың пікірін ескерту қазір жақсы ғой. Бұрын әлеуметтік желі жоқ кезде газеттерден көп пікір өте алмай қалады редакцияларына. Қазір енді әркім тікелей кімге болса да ашық хат жаза алады, ойын айта алады. Жоқ, қараңыз, мысалға сөзіңізді бөлген. Мысалға бір адамға айтып, мысалға маған шықты, Дала Ньюске шықты. Біз ол адамның арызы мысалы ақпарат бір министрліктің талабына қайшы болуы мүмкін. Біз шығара алмауымыз мүмкін. Бірақ ол есесіне біздің әлеуметтік желідегі топтарымызбен болмаса әлеуметтік желідегі парақшасымен компенсация жасайды да. Ары қарай оны алып кету ол уже табиғи процесс. Мен сіздерге бір қызық нәрсе айтайын. Біздің Инстаграм парақшамызда 300 мың оқырманымыз бар. Сонда жаңағы кейбір қызықты талқыланатын тақырыптар болса 300 тіпті 1000, 2000, 3000 коммент түсіп кетеді. Бірі-бірімен қырласып жатады комментарий. Және бір қызығы ол комментарийлар кәдімгідей оқылады. Посттан қатты оқылады деп десең де айтуға болады. Өйткені адамдар посттан бұрын кіріп комментарий оқитын сияқты ма, ішінде сол комментарийға лайк басылып, сол комментарийдағы сөздерді талқылап бір-бірімен. Яғни қоғамның бір ашықтығын одан да көруге болатын сияқты. Тура сол сияқты YouTube арнамызда да тура сол сияқты комментарийдің айналасында қырылысып жатады адамдар. Халыққа қазір, яғни ол комментарийдің өзі де бір белгілі бір қоғамдық пікірлерді, көзқарастарды, ойларды, идеяларды қалыптастырып жатыр деп айтылады. Егер ішінде бір қызықты комментарий қалдырған адам болса, ерекше сөз қалдырған адам болса, сол адамға тіпті жазылушылар көбейіп жатқанын байқауға болады. Барып сол парақшасына өтіп, кім екен бұл деп сөйтіп жаңағы соған көбірек мән беріліп жатқан. Яғни коммент жазу, сол коммент арқылы тіпті кейде біздің енді мойындау керек, әріптестердің арасынан кеткен грамматикалық қате бола ма, қандай да бір дүниелер болып қалса, байқамай өтіп кеткен редактордан, сол дүниені комментарийді бір емес бірнеше адам ескертеді. Мынаны неге түземейсіздер деп. Сол комментарий арқылы біз кейде өзіміздің кемшіліктерімізді анықтап жататын жағдайлар болатын. Бұл да қоғамның бір өсуінің белгісі деп қарастыруға болатын шығар, ашықтықтың. Бұл қазіргі журналистиканың бір ерекшелігі, жақсылығы десек болады, фидбэк, кері қарым-қатынас. Сол бойда кері қарым-қатынас береді сізге оқырмандарыңыз. Ерекең екеуміз біз жасалашта істегенде ондай сайт, әлеуметтік желі деген болған жоқ. Бізге ауылдан хат жазатын еді. Бір мақаладағы бір ойыңызбен келісіп, болмаса келіспейтінін сөйтіп жазатын еді. Қазір енді қарайсыздар бір жазған секілді ғой. Себебі ақпарат алмасу жылдамдығы күрт өсіп кетті ғой. Оны қорытып үлгере алмай жатады. Осындай жағдайда жалпы оқырмандардың назарына ілігу бір басқа да, оны ұстап тұру да үлкен әңгіме. Енді тағы бір тақырыптың бетін ашқым келіп отыр. Бұл әңгімеге 2005 жылы мен Словакияға барып, сондағы журналистиканы зерттегенмін. Сондағы әңгіме жаңа есіме түсіп отыр. Бір словак медиа менеджер бізге бір кездесу өткізді бізбен. 63 ақпараттық құрал бар екен. Сол zaman 63 газетім бар деді. 2005 жылы әлеуметтік желі болмаса сайттардың көп дами қоймаған кезі. Енді қазір қалай болып жатқан білмеймін. Қандай трансформацияны бастан өткерген. Ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты. Сонда ойлап қойдым, 5 миллион халық бар Словакия. Сондай деңгейдегі медиа менеджер, ол жалғыз болмауы мүмкін. Тағы бір медиа менеджер бар шығар, бір 50 газеті бар. Және ол Словакияда ғана емес екен газеттері, көршілес елдерде де бар екен. Чехияда бар екен, аудандық газеттер, облыстық газеттер деген сияқты, қалалық газеттерді ұстап отыр. Сонда сұрағанымда, ол газеттердің көбі қоғамдық саяси бағыттағы газеттер емес, салалық газеттер екен. Мен
ұсынайын деп отырған ойым, мүмкін қазақ тілді ақпарат құралдарының тағы бір тынысын ашатын бағыт мүмкін салалық шығар. Біз журналистика десек, тек қана қоғамдық саяси бағытты, сөз бостандығын әңгіме етеміз да. Ал шынында да журналистикада National Geographic ешқандай саясатқа қатысы жоқ, бірақ енді олар да журналистер. BBC-дің History деген журналы бар. Сол сияқты салалық журналистикада көп дамыған жалпы әлемде. Саясатқа басына ауыртпайтын өзінің мамандары өзінің саласының газет журналын оқығысы келеді және соған мақала жазады. Былай қарағанда журналистика сол саланың өсуіне, сол саланың адамдардың басын біріктіруге және сол саладағы ақпарат алмасуды күшейтуге ықпал етеді. Жарылқап Қалыбайдың басқарған, құрған, дамытқан жұлдыздар отбасы, болмаса аңыз адамы. Ондай ол табысты тіпті орыс тілді баспасөзде қайталай алған жоқ. Тираждары 100 мыңнан асып жығылып жатты. Демек, сол кездің өзінде қазір бір жағынан қазақ тілді аудитория едәуір өсті, халықтың саны да 20 миллионға барып қалды. Демек, сондай табысты ақпарат құралдарын құруға халықтың арасында кеңінен таратуға болатын сияқты. Сол бағытты неге қолға алмасқа? Енді ол Жәкеннің жүргізген кезеңі соған сай болды да, сол уақытында ол жұмыс істеді. Бірақ кейін бірінші себебі, ең бірінші себебі кәдімгі тағдырын айтатын әншілердің барлығы сұхбаттарын беріп бітті дейді да, негізі. Тағдыр қалған, одан кейін жастар миссиясын орындады. Одан кейін жас әншілер, жас толқындар айтатын сұхбат айтатындар, оларда оқиға жоқ ондай. Барлығы жағдайлар бірден жақсы, бірден ешқандай мәселе жоқ. Ол бұрынғы Тоқтар мен Бейбіт, Мейрамбек болсын, қай-қайсысын алсаң да өмір көріп өзінің айтатын әңгімелер. Ареке, мен дәл оны қайталау керек деп жатқан жоқпын. Сол кезде ол сондай тақырып тапты. Қазір де бір сондай тақырып, мәселен, хит болып кететін тақырып тауып, ол жұлдыздар отбасы болмас, басқа болмас, сондай неге жасамасқа? Мен салалық бір ауыз қоса кетейін. Қай бір жылы, осыдан бір 2-3 жыл бұрын жаңағы салалық басылым деп атырмыз ғой, аңшылар туралы журнал ашқым келді. Кәдімгі иллюстрациясы бар, әдемі, сапалы, сондай. Оның қаржылық жағын есептеткізіп көрдім, зерттедім, аудиторияны біраз. Мәселен, орыстардың өзінде бірнеше журналы бар. Аңшылыққа, саятшылыққа байланысты, балықшылыққа байланысты мәселен. Сөйтсем, бізде бұл салада өзін-өз алып жүретін журнал жасау өте қиын екен әзірге. Өйткені аңшылардың санасы кәдімгі ресми тіркелген, аңшылардың саны өте аз екен. Негізгі оқырмандар да солар ғой. Иә, негізгі оқырман сол. Мәселен, аңшы емес адамға ол арманға түк қызық болмауы мүмкін. Или болмаса думанға. Мен өзім аңшы болған кейін маған өзіме қызық. Және бір қателікті қайталамау керек, сен өзіңе қызық нәрсені басқаға да қызық деп ойламау керек екен. Иә. Мен соны түсіндім де әзірге оны тоқтатып қойдым. Бірақ алдағы уақытта сол аңшылық туралы, жалпы демалыс, туризм туралы бір журнал немесе сондай сайт ашу жалпы ойда бар. Бұл жалпы салалық журналистиканы дамытуға септігін тигізеді, содан кейін пайда да келеді деп ойлаймын. Мына Адырна сайты ең алғаш тарихи этнографиялық болып бір белгілі бір бағыт бойынша ашылған болатын. Солай 8 жылдай жүрді, бірақ ешқандай алдыға жылжу болған жоқ. Қайта идеялас қасымда неғып жүретін бәрі тарап кетті, ең сонда өзім ғана қалдым. Сосын 2018 жылдан бастап мен саяси қоғамдыққа өзгерткеннен кейін рейтинг өсе бастады, қоғамның қызығушылығы пайда бола бастады, белгілі бір қаржы табыстар келе бастады. Ал 8 жыл уақыт бойы мен былай жатқан кезде ауаға еңбектенгендей еңбектендім, ешқандай нәтиже жоқ. Рухани жаңғыру дейді, түрлі бағдарламалар қабылданып жатыр, бірақ не жоқ. Ал сол кезде Абай Кезет сайты қатар ашылған болатын. Абай Кезет қоғамдық саяси не алған кезде сұмдық кәдімгі дүркіреп тұрды. Ең алғашқы кәдімгі қазақтардың бәрі оқитын сайт болып сондай жұмыс істеді. Ал
қазір де сондай сайттар, бір салалық сайттар, бір қоғамға қажет деген сайттар бастаған келеді. Мысалы жақында мен Қазақ Сайенс деген сайттың жобасын бастадым, қоғамдық негізде. Ол ешқандай коммерциялық емес, өзіміз қолымның шамам жеткенше уақытым болған кезде сол бойынша жұмыс істеп отырамын. Бірақ одан табыс келетінін мен көріп тұрған жоқпын, ешқандай табыстың жолын көріп тұрған жоқпын да. Ал бір жаңа елдің бәрі оқитын бағыт, ол қандай болуы мүмкін? Ол шоу-бизнес тақырыбы болуы мүмкін. Енді бүкіл әлемде сондай сияқты, меніңше, тек Қазақстанда ғана емес, бір шоу-бизнес сондай бір, немесе бір саяси оқиғалар күйіп тұрған кезде саяси тақырыптар қызық болады. Сол қаңтар оқиғасы кезінде саяси тақырыптар күйіп кетті ғой, мысалы үшін. Сіздің ойыңызды қортатын болсақ, демек, сіздің ойыңыз бойынша қазақ оқырмандары анау жұлдыздардың айналасындағы өсек аяңмен қоғамдық саяси тақырыптар көбірек қызықты да, ал салалық тақырыптар қызықты емес дегіңіз келіп тұр ғой. Қандай да бір салалық тақырып бастасаң, ол демек жемісін беру өте қиын. Демек салалық ақпарат құралдарына сұраныс жоқ деген түйін айтылып отыр да. Мүмкін медиа менеджерлердің бұл жерде біліксіздігінен, мүмкін тәжірибесіздігінен шығар деп ойламайсыздар ма? Неге оқырмандарды бұрып, оқырмандарды қалыптастырмасқа? Сіз айтып отырсыз, Қазақ Сайенс деген өте, мен өзім қолдадым ол сайтты. Болашағы бар тақырып, және бізде болашақты көрсетсе шамшырақ не дегенде, бұл тек ғылым ғана. Мәселен, ойла деген журнал ашылды. Оқушыларға арналған танымдық ғылымды түсіндіретін. Су неге пәленбай градуста қайнайды деген сияқты. Сондай температурада. Сондай ашылды. Өте табысты болды. Және табысты болған соншалық 5-6 шетел мемлекеті сол Қазақстанда шыққан журналдың франшизасын сатып алды. Ойла деген. Бірақ белгісіз бір себептермен жауылып қалды. Негіз болашағы өте кәдімгі халықаралық деңгейдегі журнал. Алматыдан шықты. Қаржыландырудан қиналды олар. Бірақ қаржыландыру бір басқада, бірақ олардың танымалдылығы, былай қарағанда, мен журналдың сапасына өзім өте таң қалдым. Кәдімгі шетелде шығып жатқан, білмеймін, сондай журналдар сияқты өте жан-жақты шықты. Болмаса басқа елдің адамдары, баспасөз медиа магнаттары сатып алмайды ол журналдың франшизасын. Демек, ол бағытта да болатын сияқты, ізденіс болатын болса, өзін табатын болса. Тағы бір мәселен, Ереке, сіз айттыңыз, жаңа аңшылық тақырыпта журнал шығарайын деп едім, бірақ ол қазір оның қажеттілігіне күмән тудырдыңыз, Ал сіз зерттедіңіз бе маркетингін? Қанша адамға қызық болуы мүмкін? Қауымдастықтар бар, сондай сияқты. Болмаса, мәселен, ресторандар туралы бізде журналдар жоқтың қасы. Орысша бір-екеуі бар, бір көзге түсіп қалды. Бірақ ресторандар туралы мәселен қазақша журнал ашатын болса, қазір осы көшенің бойында қанша кафе, қанша ресторан бар. Олар сол журналдың клиенттері. Оны мобильдік қосымшасымен ашып, әр ресторанға баға беріп отыратындай, коммент қалдырып отыратындай, ол да мәселен медиа менеджерлердің былай қарағанда бос жатқан салада. Жалпы қазақ журналистикасында бос жатқан сала көп сияқты көрінеді. Өте көп. Егер тиімді кәсіби тұрғыда қарайтын болса, мәселен бизнес проект деп қарайтын болса да, біз осыдан бір 7-8 жыл бұрын Шеврон компаниясына жоба ұсынғанбыз. Сізге салалық қағаз айтып отырғаным ғой. Жалпы қазір бір журнал, газет ашу дегенді қою керек. Ол қазір өзін ақтамайды уже. Оған жаңа өзіңіз айтып отырғандай мобильді қосымшаны қолға алған дұрыс шығар. Бәлкім бір енді ең соңғы амал бір сайт ашу керек шығар. Журналдың қазір өзін өзі ақтай қою не ғайбыл, оны сен сата алмайсың. Енді ары кеткенде бір әуежайға кіргізерсің, болмаса бір менің қызым барып жүрген жаңа теннистік орталықтарға апарарсың. Оның кеңістігі тарылып келе жатыр ғой. Мен мысалға өзім экология тақырыбына қатты қызығамын да. Мысалы мен бүкіл қаладағы бір 100-ге шақты нені зерттеп шықтым. Мойкалар зерттеп шығып, олардың суы қайда ағады, олар суды қалай қолданады. Сол тақырыпта үлкен зерттеу жасап Шеврон компаниясы ұсынған болатын. Сосын жалпы біздің халықтың экологиялық сауатына қатысты қоқысты сорттау мәдениеті бар, мысалға. Мен мысалға әлі күнге дейін бала шағам үйретемін.
бутылкаларды былай, қағазды былай, оның крышкасын былай, пластикті былай сорттайсың, техниканы былай сорттайсың. Біз өз отбасымызда сондай мәдениет қалыптастырдық. Мысалы маған сол тақырыпта бір өзім арманым бір телеграмда ма болмаса фейсбукта ма сондай бір паблик құрғым келеді. Халықтың сауатын ашатын мысалға. Қыл аяғымда жерге түсетін темекінің өзі мысалға 3 ай жатады. Бізде мысалға қарапайым адамдардың мысалға көп қабатты үйлердің бірінші қабатына барыңыздаршы, бүкіл бәрі толып тұрған темекінің тұқылы мысалға. Біздің халықтың мәдениеті мысалға сол деңгейде мойындау керек, енді оны кінәлап отырған жоқпын. Көпшілігін түзеуге тырыстым, бірақ айналып келгенде өзім жек көрінішті болсын. Біз осы тақырыпта 2017 жылы Шевронға жоба ұсынғанбыз. Газеттің осындай айқара бетіне қосымша берейік деп. Біз оны 1,5 жыл жүргіздік. Бірақ ол ғұмырлы емес те. Ал ғұмырлы емес себебі жаңа айтып отырған несі жоқ. Монетизациясы төмен. Жаңа сіз айтып отырған жаңа кімнің енді Жарылқапқа қалай болсын оралып отырмыз ғой. Мысалы Жарылқапаның заманы бір бүкіл Жарылқап қана емес. Бүкіл қазақ тілді сайттар, қазақ тілді газеттердің барлығы жұлдыздар туралы жазып кетті ғой жаңағы. Той хит болып кетті ғой жаңағы. Анау құйрығын көрсетіп, анау ана жерде мас болып құлап жатыр, болмаса Қайрат Нұртас ана жерде бір қылық көрсетті деген сияқты. Сондай бір дәуірге тұспа-тұс келді де, жаңағы шоу-бизнес ырду-дырдың заманына тұспа-тұс келді де, оның газеті сол уақытта жарды, оның жобасы жарды. Жалпы сол уақытта сондай той бизнес, шоу-бизнеске қатысты контент таратқан сайттардың да аудиториясы сұмдық болды. Мен өзім оған жәрдемдестім де мысалға. Мен оны білем. Бірақ одан бері қазақ тілді аудитория өсті. Қазақ тілді аудитория есейді, өзгерді, талғам өзгерді. Қазір сен ондай неге салсаң, сен күлкіге қаласың. Бірақ қазір ол тақырыпқа орыс тілді аудитория келіп жатыр. Олар салып аудитория жинайтын болған. Олар ол кезде оған миына бармайтын олардың ол дүние. Қазір мысалға біз күлеміз ғой, орыс тілді аудитория салмақты қаржы тақырыбын жазады, экономия. Олай емес. Қазір олар осы шоу-бизнес ырду-дырдың астына аудитория жинап отыр. А біз есейіп келеміз. Ал енді салалық уақыт өте келе бәлкім бір өзінің орнын табар, бірақ дәл қазір білмеймін. Салалықтың негізі тетіктерін табуға болады, бірақ ол үшін бізде мемлекеттік органдар болсын, қандай да бір сол салаға, яғни біз бағыт таңдап отырмыз ғой, мысалы ғылым саласы дейге. Сол ғылым саласына қатысты түрлі жаңа қолында билігі тұтқасы бар өкілдердің тарапынан бір жанашырлық керек та. Коммуникация керек, қарым-қатынас керек. Ол алып мә деп бүкіл қаржысын бере салуда да емес мәселе. Келіп тұрған мүмкіндіктер өзі болып тұрған нәрсені, соны тиесілі нәрсені сол бағытқа қарай жұмсау. Мәселен айталық ғылым қорында 200-ге жуық жалпы жобалар жылына бір жылда не қылады дейді, іске асырылады дейді. Сол жобалардың мысалы 5%-дай көлемі қаржысы осы ақпараттандыруға бағытталған. Бірақ ол жердегі жағы ғалымдар хабар телеарнасын таңдауы мүмкін, Қазақстан телеарнасын таңдауы мүмкін, немесе басқа да Тенгриньюсты таңдауы мүмкін деген сияқты да. Бірақ егер ол ғалымдар бірігіп, біз осы өзіміздің неге сайтымыз жоқ, бәріміз осы бір өзімізге қатысты ғылым саласына байланысты сайтты қолдап жүрейік, жылт еткен бір рет шығамыз да не қылғанша осы жаққа шықсын деген. Ол ғылымның міндеті ғылыммен айналысу. Ал оны төңірегіндегі ақпаратпен айналысу медиа менеджерлердің міндеті. Сіздер бардыңыздар ма мәселен бір ғылыммен айналысатын ассоциацияларға, институттарға сіздер не жасап жатсыздар? Соңғы пәленбай ақша алыпсыздар мемлекеттен соңғы 5 жылда. Бір қандай жаңалық аштыңыздар? Сол жаңалықтарыңыз адамның болмаса қоғамның өмірін жеңілдетуге ықпал етті ме, еткен жоқ па деп. Міне, сондықтан бұл жерде дәрігерлер журнал ашуға өздерін айналыспау керек. Ол дәрігерлердің міндеті емдеу. Оның кімді қалай емдеп жатқан, дәрігерлерге қатысты журналдар, газеттер, ақпарат құралдарымен айналысу, бұл медиа менеджерлердің, менің ойымша, сіздердің міндеттеріңіз деп өз басым ойлаймын. Жалпы мынандай сұраққа келіп жатырмыз да, осы әңгімеден шығып жатырмын. Мен жалпы мемлекеттік интервенцияға қарсымын. Кез келген салада. Мемлекеттік интервенцияның жақсы жері болады. Бұрқ өткізуі мүмкін, қаржыны жақсы қолдап қалады. Бірақ ол табиғи даму жолынан айырады. Сол бағытта келетін болса, қазір енді мемлекеттік саясатты қалыптастыратын адамдарда көруі мүмкін. Сіздер медиа менеджерсіздер. Қазіргі қазақ тілді журналистикадағы сайт бойынша да, мәселен әлеуметтік желілер, топтар бойынша да
мықты медиа менеджерсіздер. Мәселен, Думан Бұқайдың бүкіл әлеуметтік желідегі топтары білмеймін бірнеше миллион шығар. Ондай адам жоқ Қазақстанда. Думан ғана. Енді біз не істеуіміз керек деген тақырыпқа ойсамыз осыдан кейін. Мемлекет не істеу керек? Мәселен, қазір сіздердің алдарыңызға мемлекеттің басшысы келіп, жігіттер, сендер осы қазақ тілді ақпаратты шығарып отырған, дамытып отырған бірден бір мамансыздар. Мен сіздерге не істейін деп сұрақ қоятын болса, не істейін деп. Кейін өздеріңіздің түптеріңізге жетпейтіндей былай қараған кезде. Енді көп қаржы құйылған жерде кейін тез жанып та кетуі мүмкін. Ол да мүмкін. Сондықтан не істеу керек мемлекет? Мысалы үшін біз бір кездері қазақ тіліндегі хабарлардың бәрі түнде көрсетіліп жүрді, жекеменшік телеарналарда әсіресе. Кейін елу деп қойып, соңын ақырын қазақ тілді аудитория ақпараттар несі көтеріле бастады. Сол сияқты жарнамаға да бір сондай бір қазақ тілінде жарнамаға бөлінген қаржының 50%, мысалы жылдық бюджет болды ғой жарнамаға бөлінген. Соның 50% қазақ тілінде болса деген сияқты талаптарды бір заңмен бекіту керек. Заң өзгерту керек. Сонда 50%, мәселен, Халық банк болатын болса, Каспий банк болатын болса, заң міндеттеу керек. Жартысы кемінде қазақ тілді ақпарат құралдарында болу керек деп. Ол да және мемлекеттік интервенцияда, себебі жеке меншік мекеме, мен өзім білем, мен білмеймін. Менің маркетинг бөлім біледі. Қай жері, қай біздің клиенттерді солар біледі. Клиенттердің әлеуметтік портретін солар біледі. Мүмкін 70% қазақша беру мүмкін. Жоқ, оңызбен келіспеймін шын саған. Келіспеуге болады ғой негізі, әрине. Мәселе Арманның айтып отырған дүниесі, мысалы, Арман екеуміз ылғи жүгіріп жүреміз ғой, мысалы. Кеше отбасы банкпен жұмыс істей бастадық та, Арекең екеуміз. Кеше маған айтты, Дала Ньюспен жаңа Адырна екеулерің жұмыс істей бастадыңдар деді. Мен барған жерге Арман барады, мен Арман барған жерге мен барамын да, мысалы. Біз аралап жүрміз, міне 2 аяғымызбен аралап жүрміз. Жалпы бізді ол тұрғыда кінәлауға болмайды. Мысалға жаңа самұрық қазынадағы квази құрылымдардың, мен оны арнайы зерттеу жүргізгенбіз. 80%-ны мысалға бюджетінің 80%, мен қанша сума екенін білмеймін, орыс тілді сегментке беріледі. Ол әділетсіздік қой мысалға шыңғысаға. Олар ондай қандай талдау жүргізіп жатыр айталық самұрық қазына. Міне мына орыс тілді аудитория, осыған сұраныс бар, сені мақал. Қандай талдау бар? Әкеп бізге көрсетсін. Енді самұрық талдау жасай алады деп айта алмаймын, себебі квазигоссектордың мекемесі бар. Мысалға мынандай фактор болды. Коммерциялық мекемелер өздері үшін керек. Енді қараңыз. Біз былтыр Huawei компаниясымен жұмыс істедік. Huawei компаниясын өз аяғымызбен барып, үлкен осындай жаңағы Каспийден Ербол Азанбек әріптесіміз сыйға тартқан жаңағы кинотеатрды қосып, өзіміздің жобамызды қорғадық Huawei-ға. 2 сағат бойы қорғадық. Бірақ ол жерде Huawei-да біздің бір жолымыз болғаны, ол жерде қазақ тілді қарындасымыз отыр екен. Біз өзіміздің жобамызды қазақша қорғадық, қарындасымыз жаңа жанындағы Қытайдың пиар маманына аударып отырды. Ол бізге таң қалды кәдімгі, біздің деңгейімізге, жаңа біздің аудиториямыздың охватына. Ондайды өмір естімегенде ешкім өйтіп оның алдында қорғамаған. Сосын ырза болды. Сосын олармен жұмыс істеп бастадық. Сумасын айтайын саған, 4 миллион теңге жұмыс істеп бастадық олармен біз. Содан жыл аяғында қорытынды жасадық. Сосын олар бізге дән риза болды. Сөйтсе олар мониторинг жасаған. Цитируемость қазақша қалай айтса болады енді. Бір сілтеме жасалған ғой, Huawei-ге, дәйек сөз жаңағы 2%-дан 19%-ға дейін өсіпті. Біз соны көтердік. Қазақ тілді сегментте Huawei аталымы біздің парақшалардың, біздің телеграмның, біздің тиктоктың, біздің газеттің, біздің сайттың арқасында мысалға біз енді бонус ретінде әріптестерімізге де бердік қой мысалға. Соның арқасында ол өскен. Ол енді жақсы кейс екен. Жаңағы енді сұраққа келетін болсақ, ал келістік. Бірінші мемлекет өзіне қарасты мекемелердің мүмкін астыртын, мүмкін тіке тапсырма беру керек дедік. Кемінде бюджеттеріңіздің ақпарат саласына бөлін. Жартысын қазақ тілді ақпарат құралдарыңызға беріңіздер. Және заң шығарайық делік. Қазір заң талқыланып жатыр ғой. Кемінде жартысы қазақ тілді болу керек деген сияқты. Телеарналардағы қазір заң бар ма екен, норма жоқ па екен, жартысы қазақша болу керек деген эфирде. 50%-дан кем болмау керек, 50 емес. Ал енді мемлекет не істеу керек? Мәселен, ал мемлекет басшысына жерде тұр, сізден сұрап отыр. Не істеймін сіздерге деп тұр. Мемлекет басшысы осы жөнімізден не істейін деп сұрамауы мүмкін. Екіншіден,
жаңағы бір себептері бар менің ойымша. Біз мемлекеттік интервенцияға айналып келе береміз. Келе беретін себебіміз бізде нарық үлкен емес. Ол бір. Содан кейін жаңағы тағы бір негізгі себептердің бірін айттық. Қоғам әлі де болса орыс тілінде ақпарат алғысы келіп тұрады. Әрине өсіп жатыр, ол табиғи процесс. Қазақ тілді аудиторияның өсуі ол табиғи процесс. Бірақ әлі де болса бұл қандай психология екенін білмеймін. Тіпті бар ғой, тіпті менің өзім де қазір орыс тілінен аламын ақпараттарды. Бұл білмеймін енді, құлдық психология деуге келе ма, келмей ма? Ақпараттың тапшылығынан шығар қазақ тіліндегі. Ол да, негізгі себебі сол болуы мүмкін. Органдар мемлекеттік органдар сол себепті, егер біздің нарық ауқымды болса, нарық үлкен болса, ақпаратты тұтынушы жаңағы қазақ тілінде ақпаратты алып, ақпарат көп болса, онда мүмкін біз мемлекетке қол жаймайтын бедік. Бірақ тура қазіргі біздің жағдайымызда біз мемлекеттік интервенцияға тәуелдіміз. Мемлекет не істеу керек? Қазақ ақпарат құралдарын дамыту. Ақша беру керек. Ұзын сөздің қысқасы, ақша беру керек, қаржылай көмек көрсету керек. Қысым жасамау керек. Демек, мемлекеттік ақпарат тапсырсын, қазақ тілді сегментке беретін білмеймін қаншасын беріп отырған. Кем дегенде 50%. 50-50 деп бүйтіп бөліп қойға болмайды. Кем дегенде ол 70 болуы мүмкін, ол 90% болуы мүмкін. Кем дегенде 50%, мәселен жарнаманың квазигоссектор болсын жаңағы, болмаса мемлекеттік органдар болсын, қазақ тілді жаңағы бұқаралық ақпарат құралына беру керек. Шәке, осы сөзді мен кішкене неғыла түскім келіп отыр, негізге түскім келіп отыр. Сөзінің басында айттым ғой, біздің қазақ тілі үлкен жапа шекті. Халық қырылып қалған кезінде ашаршылық бар, тағы басқа жағдайлар бар. Енді қазір ол күшпен ұйымдастырылған ашаршылық болмағанда халықтың саны қазір тіпті 40-50 миллионға жетті. Енді оның бәрі неге айтып тұрмын? Оның барлығы қазақ тіліне жасалып жатқан негізі. Қазақтың саны ғана емес бұл жерде. Қазақ тіліне де жасалып жатқан бұл жерде қиянат. Мекемелер, біз қоғамдық ұйым ретінде Адырна деген қоғамдық қорымда бар, шаралар ұйымдастырып енді бастап атқан кезімізде, ол кезде біз осы түрлі госзаказдарды дегенде білмейміз. Сонда Алматы қаласында 99% тек қана орыс тілді ұйымдар болды, солар тапсырыстар орындайтын түрлі. Ал Елшежіре деген Дидахмет ағамыздың ғана бір ғана ұйымы болды қазақ тіліндегі. Сол ғана мен әкімшілікпен түрлі проектілер алып жұмыс істеп жүретін. Сосын сол Елшежіреден біз үйреніп, құжаттарын үйреніп, басқадан үйреніп, сол Дидахмет ағамыздан. Сөйтіп тағы да басқа 1-2-3 ұйым басып шықты. Одан кейін ақырын қазақтардың саны көбейе бастады. Яғни былайша айтқан кезде әкімшілікпен жұмыс жасайтын тағы басқа. Ол секторда тұтас орыс нелер. Тура сол сияқты кеңес үкіметінен кейінгі қалып қойған тенденция, орыс тілінің ықпалы, орыс ақпарат құралдарының ықпалы қалыптасып қойған, оны бұзып жару өте қиын. Расында бұлай табиғи жолмен бұзып жару өте қиын. Не себепті? Себебі сен жаңадан келген нәресте сияқтысың да, ал толысқан жігіт тәрізді, оны салыстырмалы түрде алған кезде мен бір ауыз қарсы Арман, мынау бұзып жару деп жатсың ғой. Мына бізде білесіздер, ERG деген үлкен компания бар. Машкевич жаңағы бастаған, жаңағы Машкевич & Co. Сол компания туралы біз бірнеше зерттеу мақала жарияладық. 2017 жылдан бері мемлекетке дивиденд төлемеген. ERG-дің 40% акциясы мемлекеттікі. Яғни осында отырған бәріміздікі. Бәріміздің үлесіміз бар ол компанияда. Бірақ ол ERG 2017 жылдан бері мемлекетке ешқандай дивиденд төлемеген. Оған айтатын сылтаулары көп. Анау статьямен сот болды, бұғатталып тұр, арнайы есеп шотқа түсіп жатыр. Анау деген сылтау көп. Біз осының бәрін зерттеп, бірнеше зерттеу мақала жарияладық. Ол компанияның өкілдері бізге шықты. Ақша берейік, бірге жұмыс істейік, сендерге жарнама берейік. Бірақ біздегі бір принцип болды, бір ғана. Сендер мемлекетке не себепті дивиденд төлемей отырсыңдар? Осы уақытқа дейінгі дивидендтің көлемі қанша? Оны айтпайды. Мойындау деген мен осы деп ойлаймын, жаңағыны бұзып жару дегеннен шығады. Біз дәл осы салада бұзып жарып оларды мойындаттық, және әлде алдағы уақытта мойындатамыз деп ойлаймын. Және бізге қазақ тілді осы ақпарат құралдарына әлі де болса бір ұйымшылдық жетіспейтін тәрізді. Мына жақында құрылып жатқан
қазақ медиа ассоциация деген ұйым құрғанбыз сайттардың арасына. Сол олқылықтың орнын толтыра ма деген үлкен үмітіміз бар. Енді бастап жатырмыз ғой, алғашқы шарамызды ұйымдастырдық. Жаңағыдай мәселелерді бір неге сайты ғана емес, негеге сілтеме бере отырып, басқа да ақпарат құралдары бәрі көтеретін болса, халық құлағдар болсын, бір мәселенің шешілуіне біз ықпал ететін едік. Ал құр неге ғана немесе дала ньюсқа адырнаған шығар, ол шулайды да құқ қояды. Ал жаппай барлық жерде шығатын болса, ол мәселе шешілуіне тура келеді да, қоғамдық резонансқа айналады. Яғни енді осы жерде бір момент бар да, біздің әңгімемізден байқалып отырған психологиялық момент. Бұл тек сіздерге қатысты емес, болмаса қазақ журналистеріне қатысты емес, жалпы қазақ қоғамына қатысты дүние сияқты. Біз бір проблема болса, тек проблема емес, қалыптасқан жағдай бізді қанағаттандырмаса, біз оның тарихына зерттейміз да, тарихына кетіп қаламыз. Ашаршылықты еске аламыз, жаңағы неге болмай жатыр десе, орыс тілді ақпарат құралдарының басымдығын айтамыз. Неге болмай жатыр десе, сол орыс тілді ақпарат құралдары көбірек қаржы алатынын айтамыз. Былай ғана біздің психологиялық ұстанымыз бір жапа шеккен, теперіш көрген, мүмкін тарихымызда сондай шығар. Бірақ осы ұстанымнан сәл кетіп қазір, ал енді өткенді өзгерте алмайсыз. Болашақты болжауға болады. Ол үшін қазір не істейміз? Не істеуіміз керек? Мен бір мысал айта кетейінші. Мына Кайфули деген мықты IT маман бар да. Қытайдың Google Чинаның бастауында тұрған адам. Қазір мына ақш пен Қытай жасанды интеллект саласында дауласып жатыр ғой енді. Кім алдыға шығады деп. Қытайлар бұл салаға мүлде мән бермеген екен де, осы бертінге дейін. Қытайларда AlphaGo деген бір ойын бар екен. Біздің қазақтың 9 балағы секілді ғой. Сол ойынның бір былайша айтқан кезде мына біздің ғаламшардағы атомдардың санынан көп екен жаңа ойындағы жүрістер. Содан Google компаниясындағы мықты айтишниктер жаңа AlphaGo'ды жеңетін, жаңа AlphaGo'дың мықты ойыншыларын, AlphaGo деген енді Қытайдың футбол секілді ғой. Сол спорттағы Месси мен Роналдуны жеңетін жасанды жаңа ойын ойлап тапқан, жаңа не сияқты, шахмат секілді ғой, соған аналарды жеңетін. Сосын жаңағы жасанды интеллект интеллекті құрылған ойынды ойлап тапқан, сосын Қытайдың бір Мессимен жолықтырған ғой жаңа ойын саласындағы. Сосын екеуі ойнаған, екеуі 6 сағат бойы ойнаған, ойынды 6 сағат бойы 300 миллион адам тамашалаған Оңтүстік Корея мен Қытайда. Жаңа жасанды интеллект Қытайдың ойыншысын тасталқан етіп ұтқан ғой. Ал қытайлардың жаңағы санасында төңкеріс болғанда, олар ана ойында миллиардтаған жүрісі бар ойында ана компьютер жеңеді деп ойламаған ғой. Содан бастап Қытайда не болғанда, жаңағы осы 2014-тен бастап жасанды интеллектіға бетбұрыс жасаған. Олар бетбұрыс жасағанда неге арқа сүйеген, жаңа Арман айтып отырған тіл, ол бір мәліметтер базасы ғой, бір электрогенератор секілді де, халық деген мысалға. Олар соған сүйенеді. Олар мысалға WeChat дегеніміз мысалы біздің Каспи секілді. Ол жерде заказ бересің, жаңағы кез келген неңді аласың, бірақ ол Қытай тілі, оның мәліметтер базасын жинақтайды. Бәлкім бізге де бір сондай не жасалу керек шығар, эмоциональный соққы жасалу керек шығар деп ойлаймын да. Әлбетте біз үйтіп тек қана біз осындай теперіш көрдік, жаңа сіз айтқан сияқты отыра берсек, ол біздің де психологиямызға кері әсер етеді ғой, біздің дамуымызға кері әсер етеді. Біз мысалға мен ойлаймын, біз өзіміздегі ақпарат саласын барлығын бір колизей секілді қараластыру керекпіз де. Біз колизей, біздің ақпараттық нарық колизей. Біз соның ішінде гладиатормыз да. Бірақ біз өзара қарсыласпаймыз, біздің қарсыласымыз тиісінше жаңағы нелер. Жаңа Арекең айтып кетті, біздің басымыз бір емес деп. Енді біз қазақ тілді медиа менеджерлер мен орыс тілді медиа менеджерлерді салыстыратын болсақ, жалпы қазақ халқы ұйымшыл халық. Ұйымшыл, былай қарағанда ұжымшыл халық. Қазақ тілді журналистердің басын қосу, қазақ тілді менеджерлердің басын қосу орыс тілдерге қарағанда оңайырақ. Мүмкін қазақ тілді журналистиканың күштілігі де сода болар. Бұл жерде қосу дегенде былай түсіну керек шыңғыса. Біз енді бір ассамблея емеспіз ғой бұны құрған кезде. Біз бәріміз өзара сәл бәсекелеспіз. Бізде әрқайсымыз өзіміз жақсы контент шығарғымыз келеді. Мысалы, рейтингте жақсы орында тұрғымыз келеді. Ол қалыпты нәрсе. Оған бір не ретінде қарауға болмайды. Егер біздің өз арамыз осындай бір бәсекелестік болмаса, даму болмайды. Дұрыс қой, біз бір-бірімізге қарап үйренеміз, өсеміз, жетілдіреміз деген секілді мысалы. Арман бір топ сатып алса, мен де бір топ сатып алғым келеді. Ол бір конкуренция, ол біздің бойымызға сіңісті дүние болу керек те мысалға.
мен Қытай эмоциялық сілкініс керек дедіңіз. Ал қандай болуы мүмкін? Біздің қауымдастық, қазақ медиа қауымдастық, ол бірігу дегенді бір күні бойы бірігіп алып, бір отырып алып шай ішу деген мақсат білдірмейді. Біз осы арқылы жаңа сіз Арман айтып отырған бір кейбір нәрселерін бұзып жара алмай отырмыз ғой. Біз пакет ұсынамыз. Пакет. Негенің пакеті? Біз бәріміз біргеміз, үлкен екі жүйеге біргемізді айталық, біз осы пакетімізді алып, жаңа самұрық қазына демей қойын, шарт түрде мысалға бір еліміздегі ірі компания Шевронның алдына барамыз. Бізге пакет берің. Міне біз өзіміздің потенциалымызды таныстырып отырмыз. Біз сіздермен жұмыс істейік. Бірігу арқылы. Бірігу арқылы нарықты бағындыру. Ал Ареке, сіздің ойыңыз не істемек керек қазір? Енді істейтін сіздер ғой? Мына мемлекет егерде былайша айтқан кезде монополиялардың іргесін сөгетін болса, соған қарай ақырын келе жатырмыз ғой енді. Солай үміттенеміз, келе жатырмыз. Жоқ, медиа менеджмент, менеджер тұрғысынан айтыңыз, мемлекет анау үйтсе, мынау бүйтеді екен ғой деймін. Сіз нақты не істеуіңіз керек? Осы жағдайды өзгерту үшін. Біздің мысалы үшін жағы әңгімем сол ардан бастап жатырмын да мен. Сөзімді ойымды бөліп жүріп жатырсыз. Мәселенки бұрын белгілі бір жаңағы нелер болса, монополиялар болады, белгілі бір нелер болады. Ал енді қазір жекелеген кәсіптер дамыған сайын, біздің ақпарат құралдарына үлкен серпінді. Өздерін бұрын көрсетуге не қылатын, қорқатындай кәсіпкерлер болды. Қазір енді еркін өздерін көрсетіп жатыр, жұмыстарын көрсетіп жатыр. Ол да бізге белгілі бір дәрежеде көмек. Ал енді не істеу керек деген тұрғыдан қарайтын болсақ, IT сала, осы жасанды интеллект бағытына қарай көбірек көңіл бөлуіміз керек екенін түсіне түсеміз. Тіпті мына әлеуметтік желілер болсын, әрбір заман толқынның ерекшелігіне қарай ақпарат құралдары бейімделіп, сол өзгерісті тез қабылдап, соған орай алдын ала өзгеріске қарай біз жұмыс істеп отыратын болсақ, қазақ тілді аудитория, ақпарат құралдары, біз мейлінше жаңағы көбірек аудитория қалыптастырамыз, қаржы жағынан да, басқа жағынан да біз алда боламыз. Неге? Себебі жаңа технологияларды біз алдын ала болатын тенденция, болып жатқан емес тіпті, болу мүмкін тенденцияны сезіп, біз соған алдын ала қадам жасайтын болсақ, басқаларға қарағанда біз алда боламыз да, мүмкіндігімізше. Осы тұрғыда қаржыны, яғни кез келген компанияда мысалы үшін даму стратегиялық бір бөлім болады ғой. Стратегиялық даму бөлімі. Ол стратегиялық даму бөлігіне кеткен шығындар, мысалы үшін сол сәтте ешқандай қаражат бермейді. Тек қана ақша сала бересің. Бірақ ол 10 жылдан кейін сол даму стратегиясына бөлінген қаржы сізге жемісін бере бастайды. Енді осы тұрғыдан бір түйін, демек қазақ тілді медиа менеджерлер соңғы жаңа технологияларды, айталық ChatGPT деген сияқты осындай бір технологияларды пайдалану керек дейсіз ғой. Көбірек пайдаланып, соған қарай бейімделіп, алдыға озып шығу үшін. Ереке, не істеу керек? Сапалы контент жасау керек. Ең қарапайым формуласы осы деп ойлаймын. Біз бәріміз медиа менеджеріміз деп отырмыз ғой. Жақсы газет шығару үшін жақсы мақала жазу керек деген сияқты нәрсе ғой. Біз қазір жаңа шоу-бизнес туралы айттық қой. Мүмкін мамандарға керек шығар. Мәселен, сіздер... Қазір ол туралы айтам. Біз қазір мәселен жақсы бір сараптама, әлеумет тақырыбында болсын, болмаса қаржы, экономика тақырыбында болсын, жақсы бір сараптама берсек, оны 100 адам оқуы мүмкін. Болмаса 200 адам оқуы мүмкін. Ал оның жанына анау бүйтті, мынау сөйтті, анау әнші бүйтіп қойыпты, анау шық қойыпты, анау жеп қойыпты, мас болып билеп жүр екен деген берсе, оны 1000 адам оқиды. Бірақ бұл жерде бір нәрсе бар, ана 200 адам өте сапалы оқырман. Олар өйткені талдайды, қарайды, салыстырады. Жаңағы 1000 адамнан да сол 200. Біз сол 200 адамға жұмыс істеуіміз керек та. Ол қоғам бәрібір өзгереді. Қоғам дамиды. Жаңағы бір құндылықтар өзгереді. Сол кезге келеміз. Екінші мәселе жаңағы мынау салалық журналистика туралы бір жақсы ой түйдім мен. Шыға өзің осы подкасттың арқасында. Енді біз алдағы уақытта жаңағы мынау салалық журналистикаға қарай бет бұруымыз керек шығар. Жаңағы медицина бар, туризм бар, экология бар,
оған да бірте келетін сияқтымыз. Не істемек керек дегенге енді бұдан басқа менің жауабым жоқ. Мәселен, кәсіпкерлер, Қазақстанда қанша мың кәсіпкер бар. Бірақ бизнесмен деген сияқты, кәсіпкер деген сияқты бір танымал журналдар жоқ сияқты көрінеді меніңше. Мәселен, Forbes бар, түсінікті, олардың жүйесі бар, жүйелік газет қой барлығы. Бірақ енді кәсіпкерлер туралы сапалы журнал шығаратын болса, менің өзім ойымша, сол кәсіпкердің туғаннан қазіргі деңгейге жеткен сияқты. Бағанда success story да, табыс туралы әңгіме. Олар оқылуы мүмкін, және олар құнды болатын себебі бір жылдан кейін де алып оны оқуға болады. Мерзімдік басылымдар сияқты уақыт өтіп кете бермейді. Сол сияқты менің ойымша тақырыптар, жан-жақты дамитын тақырыптар өте көп сияқты. Айталық, ковид болды, 2 жыл біз кәдімгідей үйде қамалып отырдық. Қаншалық қиындықтар болды. Бірақ қазақ тілді осы шетелде Health деген журнал бар, сол сияқты денсаулық саласына қатысты министрден бастап қарапайым дәрігерге дейін осы не шықты екен, қандай зерттеу шықты екен, не өзгеріс болды екен деп іздеп отырып оқитындай қазақша журнал жоқтың қасы. Ал оның аудиториясы бар. Бізде осы медицина саласында қаншама адам бар жұмыс жасап жатқан. Мұғалімдерге қатысты, мәселен, бұрынғы журналдар, Қазақстан мұғалімі деген сияқты журналдар болуы мүмкін. Бірақ олар аты барда заты жоқ. Бір мүмкін сапалы контент ұсынып отырмаған болар. Міне осы бағыттағы сапалы кәдімгідей адамдар іздеп отырып оқитындай бір салалық журналистикаға көңіл бөлу керек сияқты болып көрінеді. Не істеу керек деп мен сырттан қарайтын болсам, мәселен, мен медиа менеджер емеспін, сырттан қарап айтылатын әңгіме болса. Онда осы подкастымызды түйіндейік. Менің ойымша жақсы әңгімелер айтылды ғой деп ойлаймын. Журналистикада кез келген сала өзі табиғи дамыған дұрыс сала. Осы тұрғыдан келетін болсақ, сіздер басқарып отырған медиа құрылымдар табиғи дамып келе жатыр. Дегенмен әлі қамтитын салалар көп. Оның бірі салалық газеттер. Сонымен бірге жалпы аудиторияны тарту және соны ұстап тұру, ол жағынан көп жұмыс жасалып жатыр деп ойлаймын. Әсіресе әлеуметтік желілерде, Telegram канал, Facebook'тарда, сіздердің әрқайсыңыздың Instagram парақшаларыңызда да қанша адам оқып отыр. Енді сол оқиды, лайк басады, демек ол адамдар тірі адамдар ғой. Сол оқырмандарыңызды қайтсе сіздердің жасап жатқан жұмыстарыңыз үшін қаржы төлету керек. Қалай одан ары қарай монетизацияны тереңдете түсу керек. Сол жағын менің ойымша жақсылап зерттеу керек сияқты қаржыгерлермен, басқалармен. Ал шынында да қазақ тілді аудиторияға ақпарат жеткізу керек болса, осы біздің студиямызда отырған 3 жігітке ақпарат беретін болса, менің ойымша қазақша ақпарат тұтынатын адамдардың кемі жартысына сол ақпарат жетеді ғой деп ойлаймын. Сонымен сіздерге көп рахмет айтамыз. Медиа құрылымдарыңыз өсе берсін. Тек қана дамуларыңыздың, табыстарыңыздың куәсі болайық. Рахмет.